25 қазан Республика күні еліміздің тарихи тағдырын айқындаған маңызды мереке. Биыл тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қадамы болып саналатын егемендік туралы декларацияның қабылданғанына 35 жыл толып отыр. Осы айтулы датаға орай Сабыр Рахымов атындағы әскери колледжде жас ұрпақ бойында елжандылық пен патриоттық рухты қалыптастыруға бағытталған бірқатар мазмұнды іс-шаралар ұйымдастырылды. Сабыр Рахымов атындағы әскери колледжде республика күніне орай бірқатар патриоттық іс-шаралар өтті. Оқу взводтарында дебаттар, ашық сабақтар мен танымдық кездесулер ұйымдастырылды. 2-ші рота 3-ші взводта Жадыра Шымырбекованың жетекшілігімен өткен My Motherland is Kazakhstan атты 3 тілдегі сабақта ұландар туған жерге деген сүйіспеншілік пен ұлттық бірлік тақырыбында ой өрбітті. Ал 2-ші рота 2-ші взводта Бақытгүл Қозбағарова мен Нұрман Маханбетов ұйымдастырған Менің Қазақстаным сабағында жас сарбаздар білім мен тапқырлықтарын көрсетіп, шығармашылық жұмыстарын ұсынды. Сондай-ақ 2-ші рота 5-ші взводта Асылзат Надирова өткізген Менің отаным Қазақстан сабағында ел бірлігі мен бейбітшіліктің маңызы кеңінен сөз болды. Колледж бастығының орынбасары подполковник Бағдат Жұманбаев мұндай шаралар жас ұландардың бойында отансүйгіштік пен тәуелсіздіктің қадірін ұғындыруға бағытталғанын атап өтті. Қазақстан Республикасының 1990 жылғы 25 қазанда қабылданған декларациясы бойынша бүгін біздің әскери колледжімізде Сабыр Рахымов атындағы кураторлардың қатысуымен ұландармен үш шаралар өткізіліп жатыр. Бұл үш шаралардың мақсаты біздің ұландарға Қазақстан Республикасының 1990 жылғы 25 қазандағы декларация қабылдау бойынша егемендік алған Қазақстан бойынша ойындар ойнатылып өткізілуде. Соған байланысты біздің Сабыр Рахымов атындағы әскери колледждің ұландары өздерінің ой пікір таластары бойынша дебаттар өткізілуде. Осындай дебаттардың жоғарғы дәрежеде өтуіне ұстаздардың қосып атқан үлестері